Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Алтай Сейдірұлы Көлгінов мырзаға. Біз экономикамызды реттейміз, саясатпен айналысамыз деп жүріп, идеология мәселесін естен шығармауымыз керек. Мемлекет іргесінің берік болуы, халықтың баянды өмір сүру үшін ең алдымен дәл осы идеология саласын реттеуіміз қажет. Оны бәріңіз білесіздер. Өздеріңізге мәлім 8 сәуірде Астана қаласында феминистердің шері өтті. Олар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы митинг болады деген, бірақ олай болмады. Жиналғандар әйел теңдігін айтудан бастап, соңында өздерінің азғын жолдарын насихаттады. ЛГБТ-ның жалауын жамылып жүргендердің арасында кәмелетке толмағандар мен өрімдей жас балалар да бар. Жалпы соңғы кезде еліміздің ақпараттық кеңістігінде бір жыныстық неке, жыныстарын ауыстыру секілді мәселелер еркін насихатталып, оның арасында жасап атқандар да бар. Олардың бұл істері жаратушының да, табиғаттың да, адамзаттың да заңына қарама-қарсы. Хайуан екеш хайуанның өзі де мұндай азғындыққа бармайды. Насихаттаушылардың артында батыстың халықаралық ұйымдар тұрғаны бізге бәрімізге мәлім. Ең сорақысы сол гей пропаганда қазір Астана мен Алматы секілді ірі қалалардың жекеменшік мектептерінде де ашық насихатталып жатыр. Жас балаларымызға мұны біз ондағы оқушылардың әлеуметтік желідегі парақшаларынан анық көріп жүрміз. Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады дейді атам қазақ. Өкінішке орай, дәл қазір біз сол ауруды біздің қазақ қоғамына кіргізіп жұқтырып алдық. Бұл бәлкім идеологияның әлсіздігінен шығар. Енді бұл нәрсе қанымызға сіңіп кетпей тұрған кезде оның алдын алуымыз керек. Үлкен шаралар қолдануымыз қажет. Қазір менің осы депутаттық сауалымнан кейін қоғамда түрлі пікірлер мен қарама-қайшылықтар пайда болуы мүмкін. Алайда мен осындай қарама-қайшы пікір айтатын, жазатын қарсы шығатын азаматтарға айтарым. Күндердің бір күнде сіздің үкілеген ұлыңыз, немереңіз, келіннің орнына еңгезердей қыз текені үйіңізге алып келсе, немесе аялап өсірген қызыңыз еркек шорамен отау құрам деп келетін болса, сіз батаңызды бересіз ба? Бұл үлкен қасірет. Мұндай азғындық сіздің отбасыңызға келсе, кім төзеді бұған? ЛГБТ-ның азғын идеологиясы қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын тоз-тозын шығаруды көздейді. Ал дәстүрі мен руханиятынан айырылған ұлттың болашағы бұлдыр. Егер ұлтымыз құрайтын болса, мемлекет құлайды деген сөз. Құрметті Ерлан Жақанұлы, қадірлі әріптестер, осында жиналып отырған біз жастарымыздың тәрбиесіне селқос қарамауымыз керек. Қазірден бастап соны қолға алып қамданайықшы. Өйткені кеше алаңда ЛГБТ-ның жалауын жамылып жүрген азаматтардың арасында олар біздің қарындастарымыз, қыздарымыз, немелеріміз. Сайып келгенде олардың бәрі қара көздер. Олар білмейді. Сондықтан бәле менің үйіме келмесе болды екен деп алаң сүруге болмайды. Келетін індет келіп болды, енді оның тамырының балта шаппасақ, ертең бәріміз бармақ шайнап қаламыз. Сондықтан төмендегі ұсынысты шұғыл түрде назарға алуды премьер-министрдің орынбасарына жолдаймын. Бірінші, митингке келген балалардың ата-аналарынан сұрау алынсын. Екінші, барлық платформаларда, соның ішінде әлеуметтік желілерде ұлттық мәдениетімізге қарсы сәйкес келмейтін фильмдер мен сериалдардың барлығын көрсетуге, насихаттауға қатаң түрде тыйым салынсын. Үшінші, теріс ағымдарды насихаттайтын ақпарат көздерінен сақтайтын заң нормалары жасақталып, оны бізге парламентке қайтарған ұсыныс қарастыруға енгізілсін. Сонымен қатар төртінші, республика көлемінде барлық жоғары оқу орындарында, мектептеріміздің, колледждерімізде ұлттық құндылықтарымызды, төл мәдениетіміз бен руханиятымызды насихаттайтын сабақтар оқытылсын. Құрметпен, Ардақ Назар.